Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Сіздермен бүгін осындай әдемі гүл шоғын жасайтын боламыз. Қалай жасау керек екендігін көрсететін боламын. Бұл түнгі шам емес, жай ғана сувенир ретінде қолданылатын картинка гүл шоғы. Менің қазақша каналымды қолдап, маған пікір білдіріп, лайк қойып, астына сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза отырыңыздар. Және де қазақша каналды қолдаңыздар дегім келеді. Бізге ең алдымен осындай шелек қажет, яғни мынау менде крем чиздің шелегі, майонездің шелегін алсаңыздар да болады. Және де мен мына жерде қарасаңыздар былай өріп сыртына осылай жасап шыққан едіммін. Бұны қалай жасаймыз? Мынандай осындай изолондарды жолақтап кесіп аласыздар. Менде 1,5-2 сантиметр шамамен сондай көз мөлшерімен кестім. Осылай етіп кесіп, алдымен бірін жалғап алатын боламыз. Бұл бізде біреуін ғана алып бастай беретін болсақ, тым қысқа болып қалады. Сондықтан кішкене 1-2-еуін осылай жалғап, жасап алғаннан кейін барып, өруді бастаймыз. Қараңыздар, осылай өріп бастай береміз. Мен бірінші мына ортасынан бастаймыз. Осылай майстыр баламыздағыны дәл ортасынан келесі жіпті өткізетін боламыз. Мен сіздерге қазір түсінікті болу үшін камераны жақындатып, жақыннан тағы да көрсететін боламын. Жалпы бұлай қиын емес негізінде. Алдында сөмкелі түнгі шам жасаған кезде де көрсеткен осы өрісті қалай өретінін. Оны қараңыздар, міне. Түсінікті болу үшін жақыннан көрсетейін сіздерге. Мына келесі бөлігін өткіземіз, мына астынан ақырын тартамыз. Изолонды қатты тартпаңыздар, себебі ол жыртылып кетеді. Шамалы ғана тартасыздар. Осылай өткізесіздер. Шамалы тартасыздар астыңғы бөлікті. Келесі бөлігін осы сақинаға өткізесіздер дағыны. Жай ғана тартатын боласыздар. Дайын. Мына ручкамыз, яғни бұл шелегіміздің ручкасы дайын болды. Бізде мына қазір формасын ұстамайды, жұмсақ. Сол себептен де біз бұған өзінің ортасына арнайы темір қоятын боламыз. Осылай темірді керегенше кесіп алдым. Мына екі басын кішкене қысқышпен қысып жібереміз. Бізде изолонымыздың ортасына жасап алған осы өрісіміздің ортасына кіру керек. Яғни ортасына осылай ақырын етіп өткізетін боламыз. Бергі беттен, арғы беттен, яғни темір көрініп тұрмау керек. Ортасында қалу керек. Сіздерге түсінікті болу үшін мен қазір жақыннан көрсетем. Қараңыздар, міне. Темірді аласыздар дағыны. Ақырын тарта отырып, астыңғы бөлікке осылай өткізесіздер да, келесі бөлікті осылай қолмен көтеріп, темірді астына көрсетпей салып жібересіздер. Міне осылай ақырындап тарта отырып салып жібересіздер. Қатты тартып қоймаңыздар. Өстіп темірді жаймен өткізесіздер. Міне көрінбейді, менің темірім ортасында қалды. Қараңыздар, менде енді картинкамның ручкасы, яғни ұстайтын бөлігі дайын болды. Мен екі шетін сәл шамалы осылай артық қалдырдым темірді. Бұл бізге мынау отырғызатын кезде, мына шелегімізге осылай желімдейтін кезде кедергі жасамас үшін кішкене артық бөлігін осылай темірді артылдырып қалдырасыздар. Енді желімдейміз, міне әдемілеп осындай бекітеміз. Мына бетінен қараймыз, ары қарай теміріміз көрініп шығып тұрмау керек. Осылай желімдей бересіздер тез-тез. Болды. Шелегіміз дайын болды, қараңыздар. Мынау салмақ болу үшін пеноплекс, арнайы пеноплекс салып қойдым мен ішіне. Кішкене салмақ болу үшін, яғни ұшып кетпеу үшін шелегіміз. Енді менде мына кондитерлік дүкеннен осындай ыдыс тауып алған едіммін. Осыны пайдаланатын боламын. Бұл бізде
корзинкамызға осылай томпақ етіп қойған кезде біздің ішіндегі қазір жабыстыратын гүлдеріміз әдемі болып көрініп тұру үшін, яғни пышный болып шығу үшін әдейі осылай томпақ бетін таңдадым мен. Осыны желімен жақсылап бекітетін боламыз. Шығып кетпес үшін жақсылап 2-3 қайтара өстіп желімді құясыздар. Енді біз гүлін жасайтын боламыз. Гүлдерді осындай шаблондар алдым мен. Дайын домалақ өздеріңізге керекті размерде, керекті өлшемде қырқып аласыздар. Маңызды емес, пиалаймен кессеңіздер де болады. Яғни бұны біз ең алдымен осылай 4-ке бөліп аламыз дағыны гүліміздің формасын жасайтын боламыз. Осылай дөңгелектеп шет-шетін кесіп шығасыздар. Дөңгелектей бересіздер, болды. Осылай форма шығады мені. Қараңыздар. Енді мынаны роза, яғни раушан гүлге келтіру үшін біз ақырын үстіп шетін қыздырып аламыз дағыны, осылай екі бетін біріктіретін боламыз, екі басын үстіп біріктіріп шығатын боламыз. Сонда біздің гүліміз кішкене раушан гүліне ұқсап, әдемі гүл формасына келетін болады, әрі әдемі көрінеді. Қараңыздар, осылай кезекпен үстіп бекітіп шығамыз. Міндетті түрде отқа немесе зажигалкаға осылай жасасаңыздар болады. Ыстық фен болса, яғни строительный фенменде жасауыңызға да болады. Отқа қатты тақамайсыздар, кішкене сәл-сәл тигізсеңіздер болды, өзі балқи бастайды. Ери бастаған кезде осылай майыстырып аласыздар ыстық кезінде. Міне, менде мынандай 3 сыртқы бөлігі, енді мынау ортаңғы бөлігіндегіні біз жаңағындай формасын келістіріп майыстырудың қажеті жоқ. Бұны осылай бүктеп аламыз дағыны, гүліміздің дәл ортасын жасайтын боламыз. Осылай шетіне желімдеп отырып, ақырын жабыстыра отырып жасайсыздар. Ол бізде путон дейміз, яғни орысша айтқанда путон, гүліміздің путоны. Яғни ортасындағы, ең ортасындағы бөлігі осылай желіммен жабысқан болады. Мұны дайын болды ортасы. Енді осыны кезектестіріп, келесі мынау дайындап алған сыртқы гүліміздің сыртқы жапырақшаларына жабыстырып шығатын боламыз. Мұны осылай желімен ақырындап кезекпен кезек жабыстыра бересіздер. Мұны менде өзіме қажетінше гүлдерді жасап алдым. Қалаған түсте жасай бересіздер өздеріңіз, қалаған, яғни қалаған өлшемде. Мұны менде енді қазір корзинкама осылай етіп кезекпен әдемілеп желіммен барлығын жабыстырып шығатын боламын. Өз қалағандарыңызша орын қоя бересіздер осылай. Енді қараңыздар, міне жақсылап бекітесіздер. Желімді жабыстырып болған соң үстінен осылай бастырып жақсылап тексеріп аламыз. Қараңыздар, міне гүліміз дайын болды, барлығын жабыстырып болдық, орын-орнына қойып болдық. Енді менде алдын ала осылай дайындап алған жапырақшаларым бар. Жапырақшаларды мынау кішкене көрініп қалады деген жерлерімізді ашық қалған жерлеріне, яғни көрсетпей бекітіп тастайтын боламыз. Нәтижесінде осындай гүл шоғы пайда болды. Енді мына тычинка ортасында қараңыздар, тычинканы мен қайдан алдым? Мынау осындай тычинка дүкендерде сатылады. Ине жіп сатылатын фурнитура дүкені, не болмаса арнайы кондитерлік дүкенінен де алсаңыздар болады. Мен өзім кондитерлік дүкенінен тауып алдым бұны. Осылай жабыстыра бересіздер. Кішкене бөлігін аласыздар да, астына шамалы желім жабыстырасыздар дағыны. Ыстық желімен, яғни ыстық клеймен үстіп бекітіп шыға бересіздер. Бұл сәндік үшін қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады, өз еріктеріңіз. Мен қосайын деп шештім. Нәтижесінде осындай гүл шоғы пайда болды. Қараңыздар, қандай әдемі, қандай керемет. Міне
сыйлыққа да берсеңіздер болады, түнгі шам етіп те жасасаңыздар болады, бірақ мен олай жасамадым, мен тек сувенир ретінде жасап шықтым. Менің жалпы видеоларым аптасына 2 рет шығатын болады. Қазақша каналды қолдап қойыңыздар, пікір қалдырып қойыңыздар, және де тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге рахмет.